Алысы еркіндік пен этика ұғымы қарама қайшы келе ме? Оның барлығын арнайы келген қонағымыздан сұрайық. Сонымен дәл қазір студияда Сая Абдуғани этикет мектебінің директоры. Келе қойыңыз. Сая ханым, қайырлы таң, келіңіз, ортаға жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Бүгінгі таңыңыз бізбен бірге атып жатқаны қуаныштымыз. Енді дәл қазір шеберханаға қарай барып, этиканың алғашқы сұрақтарына көшсек. Енді біз білеміз, шанышқы, әртүрлі қасық, пышақпен қатар тәрелкенің де су ішетін ыдыстың, шарап ішетін ыдыстың да әртүрлі болатынын білеміз. Соған қатысты сіздің кіріспеңіз қайсынан басталмақ? Біз мейрамханадағы үстел үстіндегі жағдайдан бастаймыз, Жалпы мейрамхана деп, жалпы этикет деген нәрсені естіген кезде көп жағдайда мейрамхана көз алдымызға елестейді. Бірақ ол әркімнің өз үйінен басталу керек дегіңіз келіп тұр ғой. Отбасынан. Отбасы өз шаңырағы, әр адамның мейрамханасы, мерекелі, ең киелі жері. Сондықтан ең алдымен біз мейрамханада белгілі бір ортада, қонақтардың, кісілердің алдында көрініп қана емес, өзіміздің үйден таңертең тұрғаннан осы ережелерді ұстанып, әдепті болуға тырысуымыз қажет. Сонымен біз дастархан жаюды бастаймыз. Дастархан жаюда ең алдымен біз дастарханның өзіне өте қатты мән беруіміз қажет. Дастарханды сәндеп жіберетін, әрлеп жіберетін бұл дастарханның өзі. Немесе дастарханды басқандай да бір интерьерге келтіру үшін дастарханның үстіне түрлі біз ранерлермен ауыстыруымызға болады. Ең классикалық түрі дастарханның ақ түсі. Ақ түсті дастарханның үстіне ранерлерменен, ранер дегеніміз жолақ-жолақ, матадан тігілген, сызықша, қысқаша ғана ол жолақтар. Және сол түспенен бірдей жасалған салфеткалардың түсі болса, дастарханды түрлі интерьердің түсіне жаңа жылға орай, 8 наурызға орай жасап сәндеп алуымызға болады.